Армысыздар, қадірлі көрермен, жаңа сериал арнасына қош келдіңіздер. Бүгін Махаббат ертегісі телехикаясының 73-74 бөлімдерін тамашалайтын боласыздар. Бүгінгі бөлімде Салихты ауруханаға алып кетеді. Озан әкесіне "Сен мені сатып кеттің, бұл үшін жауап бересің" деп ренжиді. Махир әкесінің сөздерін Салихпен танысқан сәтте еске алып отырғанда, оған Жанфиза келеді. Ол Махирге атасына біреу звондап немерең аман қалмайды деген сөздерін баяндайды. Оларға Асаф келеді. Ол Күршатқа "Бүкіл қиындықтар сенің кесіріңнен" деп кінәлайды. Жанфиза әкесін жақтамақ болғанда, Асаф оған "Араласпа" дейді. Махир атасына "Сіз білмейтін нәрселер бар" дейді. Асаф Күршатқа тиісе бастағанда, Жанфиза атасына "Сіз сондай кінәсізсіз бе" деп ашуланып кетіп қалады. Қандан ұлына звондап, полицейлер үйді тәркіледі, саған қоңырау шала алмадым деп ұрсады. Озан оған "Сенің кесіріңнен қиындыққа тап болдым" деп "Бұл күрделі мәселе" дейді. Қандан болса "Не мәселе, мен далада қалдым" дегенде, Озан оған бір үйді айтып, соған барасың деп, Күршат оны полицейге ұстап бергенін жеткізеді. Жанфиза Мехметтің видеосын Күршатқа көрсетеді. Ол соңына дейін тыңдай алмай шығып кетеді. Жанфиза одан Асафтың контрабандаға қатысы барын білесің бе дегенде, Күршат одан бейхабар болғанын айтады. Ол қызына "Бұл істе үлкен топтар бар, біз Рашидпен тек олардың қолшоқпары едік, Мехмет бәрін анықтады, солардың бірі Асаф, бірақ ол бостандықта" дейді. Жанфиза әкесіне "Махирге қалай айтам" дегенде, Күршат болса оған "Айтпа" дейді. Ол қызына "Бұлар өте қауіпті, егер Махир оларды анықтаса, олар Мехметті өлтіргенде өлтіре салады" деп айтады. Жанфиза оған "Махир бұны білуі керек" дегенде, Күршат болса "Ол бас тартуы керек, ол тек мені әкесін өлтіруші адам деп санасын, оған бас тарт деп айт" деп көндірумен болады. Жекежайға Жанфиза келеді. Сүрия Салихтың жағдайын сұрағанда, Афет болса "Бұның бәрі Күршаттың кесірінен, ол жерде Махирде болуы мүмкін еді" деп жатқанда, Жанфиза оған ұрса жөнеледі. Екеуі сөз таластырады. Сүрия оны "Үйге қонақ бар" деп үйге жібереді. Жанфиза үйге кіргенде Сараны көреді. Сара одан кешірім сұрап, "Салихтен айырылғым келмейді" деп жылайды. Жанфиза болса "Сен оны тастап кетіп не деп тұрсың? Ол сенен көңілі қалып өзіне немқұрайлы қарады, қорғайтын жилетін де кимеді" деп ренжиді. Сара оған "Сен мені елдің көзінше масқара еттің, мен кетуден басқа амалым болмады, ақшам болмағасын алтындарды өткізем деп ойладым" дейді. Жанфиза оған Салихты Озан атқанын жеткізеді. Екеуі ұрсып тұрғанда Жанфиза баспалдақтан құлап кетеді. Жанфиза ауруханаға келіп жарақатын көрсетіп жатқанда, дәрігер келіп "Рентгенге түсіре алмаймыз, жүкті әйелдер үшін қауіпті" дейді. Ол түсінбей тағы сұрағанда, дәрігер оған жүкті екенін айтады. Махир Сүриядан мән-жайды біліп Жанфизаны алып кетеді. Асаф сейфінен кассетаны іздеп таба алмайды. Кенет оған Махир келгенде, Асаф оған бұл жұмысынан шығуын өтініп, оған ескерту жасағандарын айтады. Афет Эфсанаға қызметшілер бөлмесінде қалатынын айтып, шай демдеп келуін бұйырады. Эфсана оның сөздеріне ренжіп, "Мен бұл үйдің қызметшісі емеспін" дегенде, Афет оған "Сен Севдамен өзіңді салыстырма, ешқашан менің келінім бола алмайсың, сәбиіңнің аман қалуын тіле" дейді. Афет Жанфизаға да ащы тілмен тиісіп, "Өз орныңды біл" дейді. Махир оларға келіп Салих ауыр болғанын жеткізеді. Кешкісін барлығы жоғарға жиналып отырғанда, кенет жарық сөніп қалады. Хуршит оларға шама келеді. Асаф телефонмен "Менің кассетімді қалайша ұрлап кеттіңдер" деп жатқанда, әлгі кісі оған "Немерең тауарларды тәркіледі, саған ескерткен едік, бір нәрсе жасасаң, жазасын 2 есе аласың демеп пе едік" дейді. Асаф болса "Махирге көрсеттің бе" дегенде, "Біз оған поштамен жіберіп қойғанбыз, мүмкін көрген шығар" деп айтады. Озан қызына келіп кері кетпек болғанда, Күршат оған тапанша кезенеді. Озан Күршатқа "Мен қызыма уәде берген затымда келдім, мен сен сияқты сөзінде тұрмайтын әке емеспін" дейді. Ол әкесіне "Мені ат, мүмкіндігің бар кезде мені өлтір, әйтпесе мен сенен кегіңді алатын боламын" деп жатқанда, оларды Озанның қызы көреді. Жанфиза Махирге кешке тосынсый дайындайтынын жеткізеді. Кенет оған Күршат звондап, Озан кеше түнде қызына келгенін айтады. Махир оған бақылауды күшейтуді тапсырады. Салихке дәрігерлер ота сәтті өткенін, 4 күннен кейін шығатынын айтады. Бір кезде оған Сара келеді. Ол Сараға сақинасын беріп, "Ана алтындарын қатарына қоса сал, бәрі бітті" дейді. Осылайша Сара бір сәтте достарынан да сүйгенінен де айырылып қалады. Махирге қоңырау түсіп, үйге ұрылар түскенін жеткізеді. Ол дереу үйіне кетеді.
Хандан Озанның қызына телефон тапсырып, әкеммен сөйлесесің, тек ешкімге көрсетпе дейді. Махир үйін көріп, бұлар бірдеңе іздеп жүр, ол не болуы мүмкін деп ойланып отырады. Ол әлгі флешканы тауып алып, өзімен бірге алып кетеді. Жанфиза керемет дастархан жаяды. Асафқа әлгі кісілер звондап Махирдің үйінен ештеңе таба алмағандарын айтады. Сара анасына бәрінен айырылғанын айтып ұрсады. Анасы оған қолдау көрсетеді. Жанфиза Махирге тосын сый көрсетеді. Ол оны түсініп, өзін өте бақытты сезінеді. Келесі күні олар өзеге келіп, сәбидің шамамен 7 апталық екенін біледі. Ферман Эфсанамен көйлек табуға кетеді. Олар жекежайға келгенде Афеткүлдің жағдайы жақсарғанын естиді. Афет оларға Махир барлығымызға бақшаға жиналыңдар деді, жаңалық айтатынын айтты дейді. Махир жекежайға келіп, саған айтарым бар деп Жанфизаға үйдің құжатын беріп, кеше саған айтпақ едім, енді бұл сенің үйің дейді. Екеуі жекежайға кіріп, үйдің Жанфизаға тиесілі екенін жеткізеді. Афет есін жоғалтады. Ол Сүрияға, енді бұл қыз үйімізді тартып алатын болды, кез келген уақытта бізді қуып шығады деп жылап отырады. Жанфиза Эфсана мен Сүрияны алып көңіл көтеруге шығады. Махир үйге кіргенде Ферманның үйді безендіруін көріп, шоу жасамақшы екенін біледі. Ол Ферманға ұрсады. Сара мейрамханаға келіп, Кан мырзаның Денизлидегі досымын деп ішке кіреді. Анасы екеуі үстелге жайғасады. Бір кезде Кан Жанфизаны көріп қарсы алады. Оны Сара байқайды. Олар да Сараны көреді. Күршат Махирге Элифтің телефонын алып келеді. Оны Ферман көріп ішке шақырады. Хандан Сараға, досың сенің үстеліңе неге келмеді деп сұрап, оның ойын бұзып, Жанфиза Канның қасында отырғанын суретке түсір дейді. Ол анасының айтқанын істейді. Анасы Сараның телефонын алып, сол суретті Махирге жібереді. Махир Жанфизаға звондап Сара сурет жібергенін айтады. Екеуі сөйлесіп тұрғанда кенет есік қағылып, Махир есікті ашқан кезде қыздар келіп тұрады. Оның даусын Жанфиза естиді. Махир бәрін жасыруға тырысады. Ол тұтқаны қойып, Ферманға бұл қыздар нағып жүр деп ұрсады. Жанфиза қыздарға, олар үйге қыздар әкелді деп кетпек болады. Ол кетіп бара жатырғанда Сараға ескерту жасап, бетінен соғып жібереді. Сара да бұл үшін жауап бересің деп ашуланады. Ферман қыздармен көңіл көтереді. Махир оның істерін көріп шок болады. Кенет қыздар үйге кіріп, оларды көреді. Жанфиза қыздарды дереу қуып жібереді. Ол Махирге ренжіп тұрады. Кейін олар татуласады. Таңертең Махир флешканы іздеумен болады. Махирге Октай деген кісі звондап, Асафтың кіммен сөйлескендері туралы ақпарат дайын екенін, ол Джунейт екенін айтады. Фелек әлгі флешканы Месудеге алып келіп, киімдердің арасында болғанын айтып, кімдікі екенін таба алмай тұрады. Афетке Фатма келіп, Шериф қайтыс болды деп жылайды. Афет оған, сен мұнда қала алмайсың дегенде, Фатма оны бопсалауды бастайды. Афет оған Ферман бәрін білетінін айтады. Кенет Фатма оған Севданы айтып жатқанда, Жанфиза бұл әңгімені естіп қалады. Кенет Жанфиза кетпек болғанда құмыраны құлатып алады. Афет келіп көргенде Жанфизаны байқап қалады. Ол бөлмесіне кіріп, өз-өзіне келе алмай тұрғанда, басы айналып құлап қалады. Махир Джунейтті сұрақтың астына алады. Асафқа Паша звондап кездесуге шақырады. Ол Асафқа, енді бізден құтыла алмайсың, немерең Джунейтті ұстады дейді. Ол Асафқа тез кел деп бұйырады. Афет Жанфизаға келіп, оның жерде жатқанын көреді. Ол әлгі шамның газын шығарып, улы ауа жіберіп кетіп қалады. Махир атасының сөздеріне ойланып келе жатады. Ферман мен Эфсана некелерін қияды. Жанфиза есін жиып тұрмақ болғанда кері құлап қалады. Афет сыртқа шығып, мен не істедім деп жылап тұрады. Күршат Махирге звондап Жанфизаны ала алмай жатырғанын айтады. Махир дереу үйіне жол тартады.